Бұл енді анау қазір ғалымдар зерттеп жатыр. Әр нәрсеге ұқсатады ғой. Мысалы үшін, мынау судай қажет маған дейді, дұрыс па? Мынау нәрсе ауадай қажет деп жаңағыдай. Сол Құдайдың құдіреті, мына әйел кісі біздерге қажеттілік жағынан ауаның рөлін атқарады екен. Ол бір күн су ішпей жүре береді ғой, оразада, дұрыс па? Тамақ жемей жүре береді мысалы үшін да. Бір ауасыз өмір сүрамайды ғой. Бұлар ауаның рөлін атқарады екен, әйел кісі да. Енді қараңыз, ешқашан ауа райы бірдей болған ба, бір қалыпта? Ешқашан болмайды ол. Машинамен Жетісайға баратсаңыз, 1000 рет пешті қосып, 1000 рет пешті өшіресің ғой. Ысып кетеді, жақпайды. Кейін қатып қаласың, қайтып қосасың да. Жоқ, шынымен. Кондиционерді қосасын, ажыратасың, қосасын, ажыратасың. Минут сайында бір қалыпты емес та. Бұл әйелдердің мінезі дәл сондай екен ғой. Ешқашан бір қалыпты болмайды. Шай ішіп, әдемі қылып әңгіме отырып, төбелесіп кетесіз ғой да. Жақсы әңгіме кетіп жатыр еді. Енді қараң, ауасыз өмір сүре ала ма адам? Әйелсіз де өмір сүрамайды екен адам. Бірақ, ол әйелді өте керемет тәрбиелейтін жолы бар екен. Ол ауа райын реттейтін нәрсе бар екен ғой. Ысып кетсе, кондиционер бар екен. Суып кетсе, пеш бар екен. Бірақ бұл екеуі де не? Расход, дұрыс па? Дұрыс қой енді? Пешке төлейсің, қыста газға көп төлейсің, дұрыс па? Жазда тоққа көп төлейсің. Сол ана ауа райы сәл бір қалыптан шығып атса, уже нерві шығып, уже жанжал басталады ғой келіншекпен. Сол кезде сразу расход қылу керек екен да. 50 000 теңге Каспийге лақтырасыз, бір базарлап кел деп. Анау ауа райы өзіне келеді екен да. Жоқ, шынымен. Осы жерде мысалы қанша еркек отырмыз да, 100 жыл күшенсек бір перзент дүние келтіре аламыз ба? Жоқ, бар ма ішінде келтіретіндер? Енді қараңыз, соны орыстың тілінде айтады да, за удовольствие надо платить дейді. Рахат өмір сүргің келсе, расход қыла бересіз ғой, дүниеден өткенге шейін жаңа. Жоқ, мен күйі бөлем, мұзда бөлем десең, қатып қалған еркек болды да, бір тиын бермейтін. Өмірің бір азапта өтеді да. Сол үшін Алла Тағала өзі рызық беріп қойған, бәріне рызық беріп қойған. Ешкім ешқашан біреудің ырысқысын біреу жеп кете алмайды. 1000 адам аяқ киім сатып жатыр, 1000 адам шалбар сатып жатыр, 1000 адам костюм сатып жатыр, 1000 адам жаңағы куртка сатып жатыр. Бәрінікі өтіп жатыр ғой. 1000 заправка бар, дұрыс па? Демек, біреудің ырысқысын біреу жеп кете алмайды екен ғой.